Хайди. Көңілдерге жүретін жарқын ойнап күлетін Хайди. Мекен әлбі жотасы, мақтанышы атасы Хайди. Хайди, айналайын еркем Хайди. Ерке тотай көркем тәтті қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Жақсы қыз кім Хайди. Тауға шығып бара жатқанда Хайди бірнеше жыл бұрын ренжісіп қалған атасы мен Диті тәтесін татуластырып үлгерді. Атам әкемді құтқару үшін аянып қалған жоқ, ал сіз болсаңыз өкпелеп жүрсіз. Білем, Хайди. Сайтан көпірдің қайта ашылу рәсімі де өтті. Көпір атасының атымен Майер көпірі деп атала бастады. Міне бүгін Майер көпірінің салтанатты ашылу рәсіміне келіп тұрсыздар. Сол бір қуанышты күннен бастап, Хайди атасы Питер және басқа да достары үшін таудағы өмір бұрынғы қалпына оралды. Қош бол, кішкентай Суон. Жолдарыңыз болсын. Рахмет, көп рахмет. Кездескенше. Орманның алыс түкпіріне кіріп, олар алау от жақты. Көке, кішкентай Суонға бірдеңе болды. Жүр көрейік. Ей! Жүре ғой досым, кеттік. Жүре ғой қонжығым. Қораға тезірек барсаң, кішкентай Суонды да көре аласың. Менің кішкентай қонжығым. Бүгін мүлде шөп жемей қойды ғой. Кішкентай Суон бізбен жайылымға шықпай қойып еді. Апасында тәбеті жоқ. Тезірек тәуір болып бізбен бірге жүрсе екен. Білесің бе, Хайди, негізі Суон ауру емес, ол әбден қартайды. Онда тұрған не бар? Енді ол емдеуге болатын нәрсе емес. Ата, біз келдік. Су ішіңдер, достарым. Питер екеуміз бүгінгі күнді керемет өткіздік. Сіз ше? Өкінішке қарай жайсыз хабарым бар. Кішкентай Суонға қатысты ма? Ол бүгін түсте өлді. Не дейсіз? Бұған сенгім келмейді. Мен де содан қорқып едім. Ол қатты қартайды дедім ғой. Кішкентай Суон бізбен бірге бақытты өмір сүрді. Соны есте сақтауымыз керек. Қазірде жақсы жерде жүргеніне сенем. Бұл кішкентай Суонның сүйікті гүлдері. Сонда осы гүлді көп жейтін беді. Дәл солай. Бұл қонжықтың даусы ма? Иә, бұл ешкі түні бойы маңырады. Кішкентай Суонды уайымдаймын деп ауырып қалатын болды. Мен де Франкфуртта сенен таудан алыста жүргенде сөйттім. Клара құрбыңа жолыққаның сияқты, оғанда жаңа дос керек. Дұрыс айтасың, қандай ақылдысың. Атам тағы бір ешкі әперсе ғой, жаз аяқталайын де. Демек Дерфлиге ешкі сатушы келеді. Керемет атамсың, Питер. Қазір барып атаммен сөйлесейін. Шынымен кереметпін бе? Кім білсін? Жүре ғой, қонжығым. Таза ауаға шығайық, серігіп қаласың. Басқа малың жоқ. Жүр, қане.
Тағы бір ешкі? Иә, қонжыққа серік болсын. Сонда ғана кішкентай суынды ұмытады. Иә, жалпы бұл ойың дұрыс. Оның үстіне 2 ешкі саусаңыз, ірімшік те көп болады. Өте дұрыс айтасың, Хайди. Бірақ мәселе бар, ешкі алуға көп ақша керек. Қап, бізде жиналған ақша бар ма десем, келлерлер біздің ірімшікті сатқандықтан бізге қарыз қой. Оның рас. Ренжімесең өзің барып сұра. Сосын есептеп көреміз. Рахмет, ата! 9, 10, 11, 12 франк. Сендерге басқа қарызым жоқ. Рахмет, келлер ханым. Атаң айта бар. Маған тағы ірімшік керек, бәрін сатып болдым. Жарай ма? Міндет түрде айтам, келлер ханым. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, мырза? Жанға жайлы қыстақтарыңызда біраз болайын деп ем. Бірер апта аялдайтын түрім бар, жалға бөлме беретініңізді естідім. Ханым, Бөлме тегін берілмейді, мырза. Төлейтін ақшаңыз бар ма? әрине, сіздің ойыңызша бұл жете ме? Әрине. Дөрфлиге қош келдіңіз, мырза. Мейсон мырза, Генри Мейсон. Мен Англиядан келдім. Қандай жақсы. Жатын бөлме 1-ші қабатта. Қызым ертіп апарады. Тереза, көмегіміз керек болса қысылмай сұрарсыз. Я, апа? Мейсон мырза біраз уақыт осында болады. Оған керектің бәрін апарып бер. Жарайды, апа. Маған дәл қазір бір шынайы ақшаймен жол көрсетуші керек. Қыстақты аралап көрсем деймін. Әрине, айтқаныңыз болсын. Алдымен ортақ пешті көресіз бе, әлде ұстаның үйін бе? Жоқ, мені түсінбеген сияқтысың. Маған тауды көрсететін жетекші керек. Тауға шығып серуендегім келеді. Бұл басқа мәселе ғой. Мен біреуді білем, сізді атам ертіп барады. Атаң ба? Иә, атамның аты Эрнст Майер. Оны алып тауның көкесі дейді. Күңкілдегі ата деп те атайды. Атамның шықпаған төбесі жоқ. Мұндағы таулардың бар сырын біледі. Бәрін. Тамаша. Маған сондай адам керек. Оны қайдан табуыма болады? Жолдың соңындағы күркедеміз. Біз сонда тұрамыз, ешкілеріміз және. Рахмет, Хайди. Мен жұмыс істеуім керек. Мейсон мырза да орналасып алсын, бара ғой. Маған ірімшік әкеп беруді ұмытпа. Жарай ма? Иә, келлер ханым, күніңіз жақсы өтсін, Мейсон мырза. Сенің де күнің керемет өтсін. Тағы кездесеміз деп үміттенем, Хайди. Менімен бірге жүріңіз, мырза. Бері қарай жүріңіз. 12 франк. Оған жинаған 15 франкымызды қоссақ 27 франк. Содан? Өкінішке қарай бұл ақша ешкі алуға жетпейді. Шынымен бе ата? Ешкінің лағына да жетпей ме? Лағының өзіне 40 франк керек. Бірер ай бойы ірімшік пен ағаш мүсіндерді сатуымыз керек. Сонда ақша жиналатын болады. Бірер ай бойы? Бұл тымысақ қой. Кішкентай қонжық сонша уақыт жалғыз жүре алмайды ғой. Тез арада ақша жинауымыз керек. Үйде кім бар? Мәссаған, Мейсон мырза. Оны танисың ба? Иә, ол ағылшын саяхатшысы. Келлер ханымның үйіне келді. Әдемі тауларды көруге келіпті. Ғажап, неткен керемет жер. Альпі белдеуіне қош келдіңіз, Мейсон мырза. Танысқаныма қуаныштымын, Майер мырза. Хайди сіз жайлы көп айтты. Солай ма? Иә, мен тауға баратын серік іздеп жүрмін. Барғыңыз келе ме, мырза? Мен енді... Ақшаңызды төлейім ғой. 50 франк жете ме? Қайтауға шыққыңыз келеді. Мына бір шыңға көзім түсті, соған барсам деймін. Ақшың ба? Иә. Ол шың әне, өте биік қауіпті шың. Өзін мазалағандарды ұнатпайды. Соған өрмелесен деп армандап келдім. Мына жолмен барғым келеді. Міне, мына жолмен. Қалай ойлайсыз? Құлама жолмен бе? Ол шыңға баратын ең қауіпті жол ғой. Білем, бірақ сіздің еліңізде бір сөз бар ғой. Үрейсіз өмір сүру керек. Көрініс әсем шығар. Өте әсем. Алайда оған ешкім шығып көрмеген. Шығам деп мойнын үзіп алғандар болды. Түсінікті, жақсы. Демек, маған жол көрсеткіңіз келмейді ғой. Көп ақша төлесем де бармайсыз ба, мырза? Кісі өмірі ақшамен есептелмейді, Мейсон мырза. Өзіңіз таудағы қауіп-қатерді білмейтін сияқтысыз. Өкінішті ақ. Барғыңыз кеп қалса қайда екенімді білесіз. Келлер ханымның үйінен бөлме жалдадым. Біздің елімізде күніңіз жақсы өтсін, жақсы адам деп айтады. Сіздің де сау болыңдар, балалар. Сау болыңыз, Мейсон мырза. Байғұс ешкім-ай, ол мұңайып қалды. Жейтін бірдеңе әкеп алдасақ па екен? Әрине, мысалы жоңышқа беруге болады. Міне, біреуін таптым. Мүлде уайымдама, кішкентай қонжық, бәрі жақсы болады. Ақшынға бара алмайтынымыз өкінішті. Мейсонның ақшасына жаңа ешкі алар едіңдер. Атамның айтқанын естідің ғой, бұл тым қауіпті. Қауіпті? Қайдам, пай жоғалып кеткенде ақшынға шыққам. Маған ештеңе де болған жоқ.
Иә, өйткені жолың болған. Хм, Жей ғой, қоншығым, саған жоңышқа келдім. Жегін келмей ме? Әлде алма жегін келе ме? Сеніңше оған алма керек пе? Питер, естідің бе? алма? Иә, алма беру керек. Керемет, саған алма кеп берем, қоншығым. Сорпа ішкіңіз келмей ме, Мейсон мырза? Ішсем ішейін. Мені Генри деп атай беріңізші. Иісі мұрын жарады. Кәді тұзды ғой. Хрусталь ыдысында шығардым сіздің құрметіңізге, Генри. Сұрағаным айып еттіңіз, Мейсон мырза. Сіз қай жерденсіз өзі? Мен Ливерпульден келдім. Бұл Англияның солтүстік батысындағы қалашық. Жұмыс істейсіз бе? Әрине. Мамандығыңыз қандай? Сұрағаныма ренжімессіз. Мен бір кәсіппен айналсам. Кәсіппен? Иә, сатып алам. Қолынан келгені сол. Иә. Мұнда демалуға келдіңіз бе, әлде жұмыс бабымен бе? Шынымды айтсам, екеуі де бар. Қалғанын тек ересектер қалғанда айтармын. Рұқсат болса. Түннің бір уағында кім келді екен? Барып көрші, Тереза. Жарайды. Енді айта беріңіз, қымбатты Генри. Әлгі... Питер, мұнда не қып жүрсің? Мейсон мырза осында ма? Оған айтарым бар еді. Солай ма? Жап-жарық жұлдызым, өтінем, қонжық тәуір болсыншы. Ол мұңая бермей шөп жеп, әлденсінші. Өтінем, көп ірімшік сатуымызға көмектесші, еш қалғымыз келеді. Уайымдама, Хайди, бәрі жақсы болады. Шынымен бе, ата? Әрине, қазір жатып ұйықта. Қайырлы түн, ата. Қайырлы түн, Хайди. Дайынсың ба? Кеттік пе? Иә, тек ақырын сөйлеңіз. Питер, кетіп барасың ба? Иә, алаңдамаңыз, әже, ұйықтай беріңіз. Күнің жақсы өтсін, Питер. Хайди, оянатын уақыт болды, тұрып таңғасың деш. Тұрмау бас, сағат 9 болды ғой. Қайырлы таң, ата. Жақсы ұйықтадыңыз ба? Жақсы ұйықтадым. Питер келіп, ешкілерді әкетті ме? Ойланайын, әлі келген жоқ. Онысы қызық екен. Сәлем, Бриджит. Сәлем, Хайди, келгенің жақсы болды. Сұрайын дегенім, Питер бүгін неге біздің үйге келмеді? Халі жақсы ма? Білмеймін, мен... Питер ерте тұрды, сәл басқаша сөйлейтін бір адаммен бірге кетіп қалды. Басқаша сөйлейтін адам? Шыныңызды айтыңызшы, бұрын тауға шығып көрдіңіз бе? Иә, алаңдама. Сосын мені Генри деп аташы. Жарайды, Генри мырза, бұл тек бастамасы ғана. Біз шыңның етегіне де жеткен жоқпыз. Қорықпа. Кеттік онда. Ата, Питерге ашуландыңыз ба? Әрине ашуландым, рұқсат сұрау керек еді. Басында рұқсат бермедіңіз ғой? Бермегенім дұрыс қой, өйткені ақшынға өрмелеу қауіпті. Питер қырсықтың нақ өзі. Жозеф! Қайда барасың, Хайди? Сізбен барам. Үйде қал десем де қалмайтын сияқтысың ғой. Екеуің де қырсықсыңдар. Мәс саған.
Абайлаңыз, Генри мырза. Өте сақ болу керек. Төменде не бар екенін білесіз бе? Саңылау. Дәл солай. Құлап кетсеңіз шыға алмай қаласыз. Сондықтан бұл жерден абайлап өту керек. Жарайды, түсіндім. Жақсы. Ана жерге барып сәл демаламыз. Иә. Питерге ештеңе болмайтын шығар, иә? Петер тауды біледі ғой. Мен ағылшын кісіні уайымдап тұрмын. Тоқта. Мына жерден жол қысқартамыз. Олар шынға өрмелемей тұрғанда жетіп алуымыз керек. Қане. Эй, Генри мырза, өрмелеп келе жатырсыз ба, әлде тастарға қарап тұрсыз ба? Ой, кешір. Міне, келе жатырмын. Мына жерде сәл байқап жүр. Бекет! Арқанды бекет! Ой, Құдайым-ай, ұстап тұра алмайтын сияқтымын. Қап. Генри мырза, мені тартып алыңыз. Қолынан келмейтін сияқты. Қозғала алмай тұрмын. Джозеф, бер кел. Көмектес. Питер! Осында тұр, Хайди. Тез етіңіз, болыңыз. Абайла, Питер! Тұра тұрмайсың. Мен Питерге көмектесейін. Жарайды. Арқанды көріп тұрсың ба, Питер? Иә. Одан ұста, сені шығарып алам. Питер, қане? Рахмет, көке. Рахмет айтпай қой. Неге менің тілімді алмадың, қырсық ақымақ бала? Бұның не сенің? Ей, ал менше. Көмектесіңіздер. Қап. Алақай! Атам шынымен де таудың патшасы. Солай ма, Джозеф? Айтыңызшы, Майсон мырза. Қауіпті екенін біле тұра тауға баланы ертіп шыққаныңыз не? Қауіпті деп айттым емес пе? Бұныңыз не? Кешіріңіз, бірақ балаға мен айтқам жоқ. Түсінбедім. Генри мырзаға тауға барайық деп өзім айтқанмын. Иә, кеше мен іздеп келер ханымның үйіне келді. Неге бұлай істедің, Питер? Ешкі сатып алуға ақша тапқым келді.
Сол үшін Мәссаған, Питер. қонжақ жалғызсырап қалмасын дегенім ғой. Білем, бірақ өзім досымнан айырыла жаздадым. Кешірші. Үйге қайтайық, келерлер алаңдап қалар. Жол бастаңыз, Майсан. Жарайды, көмегіңе рахмет, Питер. Ал мен кеттім. Кездескенше. Не болса да бүгін керемет күн болды, е? Солай ма? Керемет күн дейді ғой. Не болды, ата? Майсан тау жайлы ештеңе білмейді. Соған қарамастан ең қауіпті шыңға шыққысы келді. Өзі ақылсыз бәлді, бір ойлағаны бар ма? Түсінбедім. Менің кесірімнен ешкілер күні бойы жайыла алмады. Мына ешкіде маңырап тұр. Жүр, Ей, қандай керемет. Қонжықтың тәбеті ашылған сияқты. иә. Алма бергенім жақсы болыпты. Алма жегеніңе қуанып тұрмын, қонжығым. Жарайсың, ақылдым. Енді көңіл күйің де жақсарады. Көп ұзамай жаңа досың болады. Уәде берем.